Жайланып отырсаңыздар бастайын. Пірімай Абай облысына барған Берікуәли әріптесім салған жерден екі шенеунікті орнынан алды, алтауына тәртіптік жаза сөгіс, біреуіне ескерту берді. Мен келдім, қысып жүріңдер деген кеп немесе жаңа облысты құрған екісі әкім Ұранқаев болса, ұры қарылардан, бос белбеу кадрлардан команда жасақтаған сияқты. Семейдің илалылап отырған көпіріне 2,5 жылдан бері смета жасай алмаған, облыс еншісін алғанмен еңсесін тіктей алмаған, көшелері Ауғанстанның қыстақтарын еске түсіреді. Бекеннің тегеурініне апамда аңтан, медиада аңтан. Ой, ну неге ты сразу так айтасың, неге? Неге? Мен қатты ойлап, халық... Күні кеше қар түскен үржарды көрген шығарсыздар. Абайлықтар, Абай болмаса, қарғын су басу қаупі жоғараймақ. Бетаулақ сонда да апам жұдырғын түйіп, мойнына кісесін салып, елімді су алдырма деп жалбарынып отыр. Қазір қыстан аман шықтың ба деп көрсететін сөз архаизмге айналып. Көктемнен аман шығу, судан құрғақ шығу ерлік боп тұр. Үкімет басы Бектенов те бісмілләлап отыр. Су кетсе жіберіп қою мүмкін, онда өзінен шығатын топан судан қайыс креслосы шылқылдайды. Абай облысы, Шығыс, Солтүстік Қазақстан, Ақмола, Қарағанды, Ұлытау, Қостанай, Ақтөбе облыстары қызыл тізімде тұр. Аймақ басшылары да бұтына жіберіп қоймаудың қамына кірісті. Ақтөбе облысында Ойыл өзеніндегі уақытша көпірді су шайып кеткен. Дәл солай Атырау облысында Құлсары ауданын әбігерге салды. Көктемгі сел әкімдер үшін қыл көпір, ал кейбір әкімге сатылай өсуге мүмкіндік. Былтыр Батыс Қазақстанның әкімі Нариман Төреғалиев Оралды апаттан аман алып қалған үшін апының алдында абыройлы болып қалды. Оған дейін ковид дефициті кезінде жолдың қаражатын мемлекет бюджетіне қайтарып, өз несібесінен қағылып, әбден сынға ілікті. Апам мың сылтаумен орнынан алып тастаудың қамында жүрген. Демек, талай әкім қараның тағдыры көктемнен кейін шешіледі деген сөз. Басқа емес, президенттің баспасөз хатшысы болған авторитетті әкім Берікуәлидің Абай облысына қомақты бюджет бөлдіретіні анық. Тіпті туризмнен пұл түсірсе таң қалмаймын. Әйгілі Тайм журналы биыл саяхаттап баруға тұрарлық 100 таңдаулы орынды тізіп шықты. Тізімге Моңғолияның Баян өлгейіндегі бүркітшілер сарайы енген. Онда жыл сайын Моңғолия қазақтарының саятшылық дәстүріне арналған Алтын қыран фестиваль өтеді. Сол бүркітшілер тойына әлемнің әр қиырынан 20 мыңға жуық турист ағылып келеді екен. Керемет емес пе? Не керек? Тайм журналының мұқабасына бірінші рет қазақтың суреті жарияланды. Ол қыран бүркіт баптаған мына қазақ. Нобель сыйлығына бірнеше мәрте түскен Назарбаевтардың арманы еді бұл журналда қасқайып тұру. Шын өмір сәл-пәл әділетсіздеу екен. Ұлттық батырлар атаққа шықты, диктаторлар күресінде қалып қойды. Енді қараңыз, Берікуәли мырзада республикалық құсбегілік федерациясын басқарады. Дәл осындай халықаралық шара ұйымдастырып, тарихта қалуына мүмкіндік бар. Моңғолияны алапатын асырып, туристерді экзотикаға тартып жүрген біздің қазақтар. Туристер Абайдың ауылына барып қымыз ішсе, Аягөздегі ғашықтарға мінәжат етсе, Көкпектіде көкпар тартып, Ақсуатта қыран ұшырса болмай ма? Демек, осы шанысты өткізіп алмау керек. Қызыл судың кәрісі болар, тоғанмен бекітеріміз, қызыл тілдің мәнісі болар, тіспен тиярмыз. Бәрінен ана тілге дискриминацияны биліктің өзі істеп жатқаны жанға батады. Мемлекеттік кірістер комитеті шегіп отырды мекен, мынадай жазба жариялады. 14 наурыз Курису кини, бұл күнді кей жерлерде амал оттебе атайды. Адамдар таңнан мер бастап бір-бірін амал кесімен құттықтайды. Ош шешен жазған екен. Не болатын ектар? Не болып жатыр не жерде өзі? Көрсек көзімді ашпай оны. Кино болатыр, кино! Кәдімгі тесттен өткен кадрлар ғана алынатын мемлекеттік кірістер комитетінің жазбасы. Ақыл есі сау сотталмаған. Кәдімгі тесттен өткен кадрлар ғана алынатын мемлекеттік кірістер комитетінің жазбасы. Ақыл есі сау сотталмаған, арнайы тексерістен өткен адамдардың әрекеті. Сонда бұдан шығатын қорытынды не? Мемлекеттік органдардың қазақ тіліне түкіріп қойғаны бар. СММ-ге орысша жазатын мамандалады, сосын русский мәтінді сауатсыздау аудармамен айдай салады. Заңды да тура солай орысша жазады. Қазақшасын қазақтың өзі түсініп болмайды. Қазақ тілінің кемсітумен жүйелі түрде айналысады. Біздікі өзінікі өндірісті,
ол сапасы жайлы екен, қымбатты еместі, оны алуы керек. Сол мәселені біз қазір шешелеміз. Украинаның да Ресеймен текетіресі қарапайым ғана тіл мәселесінен туындаған. Сондықтан тілге құрмет ұлттық қауіпсіздігіміз. Атқамінерлер атүсті қарамаса игі болар еді. Украина қақпақылда қалған күйде тұр. ақш басы Трамптың сөзінде бәтуа болмаған соң Зеленский Еуропа елдерінен ғана үмітті. Ал Известияға сұхбат берген Иманғали Тасмағамбетов Еуропаның әскері Украинаға кірсе қарап қалмаймыз деп сес көрсетті. Ұжымдық қауіпсіздік туралы шарт ұйымының бас хатшысы жарғыға сәйкес түрлі көмек көрсету шараларын ұсынуға әзір екенін айтты. Бұл ұсыныстар барлық мүше мемлекеттердің келісімімен ғана жүзеге асырылатынын ескертті. Әгер бұл фактордың кесірінен ОДКБ мен НАТО қақтығысса, үшінші дүниежүзілік соғысқа ұласып кету бек мүмкін. Турасын айтқанда, Иманғалидің мәлімдемесі жақсылықтың нышаны емес. Қазақстан бейтарап ұстанымда екенін келіссөзге келуді қалайтынын Тоқаев мырза тағы да қадап айтты. Түркияда арағайындыққа шақырып әлек. Әлемді әбігер еткен қанғасап соғыс тоқтаса болды. Украинаға қиғу қосып тұрған Америка жеңе ме, басқыншы Ресей жеңе ме беймәлім. Бірақ бұл қос алпауыт Ресей мен ақш қарусыз да соғыс жүргізе береді. Қазір әлемде когнитивті соғыс деген жаңа ұғым бар. Адамның санасын жаулауға таласады. Когнитивті соғыста жеңілсең, мәңгүрт боласың. Өз анасын атқан мәңгүрт құсап, төл тамырыңнан жерейсің, өзге елдің қол шоқпарына айналасың. Апым айтпақшы, ол соғыс тақияның астында біздің елде де өтіп жатыр. Жасырын түрде сынамалап, өз идеологиясы үшін күрес жүргізеді. Демократия деген желеу ғана ақиқатында байлығын керек. Мәселен, Сорыс Қазақстан мен Орыс Қазақстан өзара соғыс бастап кеткен сияқты. Қай-қайсысы қазақты қайбір жарылқайды дейсіз. Әркім өзінің идеологиясын тықпалап әлек. Орыс өз ығынан шығарғысы келмейді. Америка әлемге әмірін жүргізіп, әңгір-таяқ ойнатқысы келеді. Орыс пропагандасы ТВ көретін аудиторияның миын шайып, батыстан құбыжық образын жасайды. Ал Америка адамзаттық құндылық деген әдемі желеумен қойныңа кіреді. Сосын құшақтап тұрып, пышақтап кетеді. Екі түйенің де өзіндік мүддесі бар. Біз ортада шыбын боламыз ба, жоқ, шығын боламыз ба, қорқасың. ақш басы Трамп пен Илон Маск кезінде 1961 жылы Кеннеди құрған USAID ұйымының қызметін әшкерелеп, есігін жауып тастады. Бізге соңғы 23 жылда $2 миллиард асқан пұлды аямай құйған. Также по линии USAID Казахстану было выделено $10 миллионов на продвижение и защиту прав ЛГБТК+ сообщества. Трамп USAID Қазақстандағы ЛГБТ-ны дамытуға $10 миллион астам қаржы бөлгенін айтты. Бір ғана феминита қозғалысының лидерлері 160 миллион теңгені игерген. ЛГБТ-шыл ұйым түрлі құйтырқы митингілерге шығып, әрісі қасиетті Әзірет Сұлтан кесенесінің алдында кемпір қосақ туын көтеріп, намысқа ши жүгіртумен болды. Бір жыныстар ұйымы ЛГБТ жалауын іліп қойып, жиын өткізуін ешқашан тоқтатқан емес. Сәлеметсіздер ма? Сәлеметсіздер ма? Можете на стульчике сесть? Присядьте, пожалуйста, если вы хотите послушать. Так, мынандай сабақ өтіп жатыр Мы не қазір. разрешали вам снимать. ЛГБТ-ның артында Америка тұр. Шығыстық отбасы институтына қарсы елдің ішін алатайдай бүлдіретін құмалақтың нақ өзі. Тұқымын тұздай құртса Қазақстанның қылшығы да қисаймайды. Лұт қауымы секілді тасқа айналса обалы жоқ. Апым айтады, ақш ақша бермесе артын қысады деп. Рас, көк доллар көтін шығып тұрған соң құтырады. Әлгіндей азғын курста бір жынысты болуын насихаттайды, өздерімен арпалысқанды жау санайды. Әлгі дәріс сымақтарында төл дәстүрлерімізді насихаттап жүрген Бағиланы Ресейдің итаршысы деп қаралаған. Ол презентациясы әшкері болды, әлде провокация үшін салдырған сияқты. Верная слуга РФ дейді. Так. Они вот постоянно приходят, вот открываются мероприятия.
Мынаны көріп тұрыңыздар ма? Зафиксируйте, пожалуйста. Вот за вот это вот... Потому что они прерывают наши мероприятия. Мұндағы РФ дегені Ресей Федерациясы дегені. Түсінген шығарсыздар. ЛГБТ үшін РФ жау, РФ үшін ақш жау. Сонда әлгі лесби, қыстеке белсенділер жай ғана марионеткалар. Ту сыртында елдің ту талақайын шығарғысы келетін левиафан құбыжықтар тұр. Қос құбыжықтың пиғылдарын бұлай түсіндіріп берейін. 2018 жылдардағы рухани жаңғыру деген алашапқында 100 жаңа кітап деген игі бастама болды. Ұлттық аударма бюросы құрылып, әлемнің үздік кітаптары аударыла бастады. Мен журналистика мен медиаға қатысты кітаптарға жауапты редактор болдым. Көзбен көрдім. Батысша жазған кітаптың ішіндегі қазақы танымға келмейтін азғындықты насихаттайтын соқыр шектерді сылып тастап отырдық. Сонда ЛГБТ қауымдастығы сіздер кітаптың гейлерге қатысты тұстарын неге қысқартасыздар? Бұл авторлық құқықты бұзу деп хат жазатын. Қауымдастық жаны шығып шырқырап, кітапты таралымға шығардырмай қоямыз деп қоқан лоқы көрсетумен болды. Сондағы бар қалауы кітаптың ішіне ораған жымысқы саясатты өткізу. 100 кітаптың соңына таман бестселлер автор Хараридің кітаптарын аудардық. Ол қыз-теке кітапты еркегіме арнаймын деп бастайды. Сосын мынадай мысал келтіреді. Еркек пен әйелдің жұптасуы бұл көбелектің қуыршақ, яғни дернәсіл кезең. Ал еркек пен еркектің, қыз бен қыздың сұмдығы бұл әлгі қуыршақтың көбелекке айналған қанат жайған кезеңі деп қатырады. Автордың логикасына иланып, өркениеттен кеш қалдым-ау десең, санаң уланады. Міне ақш өз идеологиясын осылай тықпалайды. Ал РФ ше, орыстар бүйтеді. Ресейдің Алматыдағы консулдығы араласып, әу қазақтар кітапты түгел ағылшыншадан аударып кеттіңдер ғой, орыс әлемінен ірген аулақ салмақшысыңдар ма деп, олар ойбайлап хат жазады. Көрші ақысы құрсын бір-екі кітап аудара салайық деген биліктен пәрмен келеді. Орыс тіліндегі семиосфера, история кино от Эйзенштейна до Тарковского, историография истории секілді тәуір кітаптарды көз қылып аудардық. Сонда қараңыз, орыстар өз ықпалынан шығармауды батыс өркениет дейтін құралмен шырғалаңда ұстауды көздейді. Міне қазақ өзін танып төл тамырына тартпай жаһанданудың желіне жығылып қалуы мүмкін. Бұл ең үлкен соғыс. Ұлтқа қызмет ету, қазақы болмыс сақтап қалу, міне сол соғыс. Бұл жихад десе де болады. USAID өзінің жобаларының іске асыру үшін 100-ден аса елде жұмыс жасаған. Бажайлап қарасаң 99 егілігі бір төбе, бір құмалағы бір төбе. Политолог Джозеф Найм ойлап тапқан soft power, яғни жұмсақ күш деген осы. Ішінде тұншықтыратын бұрышы бар ащы тұшпараны асатып жібереді, қылғытып салсаң құрыйсың. Дамушы мемлекеттерге берген көмектен ақштың көмейінде не тұр, көкейінде не тұр аңғаруға болады. Әзірбайжан осы ұрымтал сәтті ұтымды пайдаланды. ақштың да, Ресейдің де жұмсақ күштерін қосақтап қуып шықты. Апынша айтқанда, көресіні сорыстан не орыстан көрмесек болды. Енді Трамп әкімшілігі Азаттық радиосының орталығы USAGM-ді қаржыландыруды тоқтататынын мәлім етті. Трамп қаржының бәрін когнитивті соғысқа емес, әлімжеттік жасауға жұмсайтын секілді. Жоқ жерден тыныш жатқан Йеменге соғыс аша салды. Сылтау хуситтерді тазартып алмақшы. Айттым ғой, бүкіл әлемдік полиция болудың мүддесі ғана тұр. Бастысы ел іргесіне жау тимесін. Бізге жаңбырдың арасымен су болмай шыққанымыз ғана олжа болмақ. Бурабайда кезекті құрылтай өтті. Президент отандық кино мен анимация өндірісіне идеологиялық тұрғыда мән беруді тапсырды. Қоғам тарапынан сын бар екеніне тоқталды. Демек, басы даудан арылмай қойған қазақ фильмінің ішіндегі кикілжіңнен хабары жетті деген сөз. Ерлан Төлеутай бастаған азаматтардың мәселесі оңынан шешіле ме? Келер күннің еншісінде.